алабай далабай. Жоңбай ақсақалдың алабай төбеті құтырудың алдында тұрғандай, аласұра, тілі аузына сыймай көпіршік шаша, өмірінде бірінші рет темірін үзе-мүзе егесінің алдына келіп құлады. Ақсақал иттің алған бетінен қайтпайтынын, сотқар мінезін, сырт көзге қопалдау көрінгенімен жөнсіз тентектікке бара қоймайтынын жақсы біледі. Басқа иттерге қарағанда ақылы да, орныққан тәрбиесі де өзіне жетерлікті. Ақсақал бір қолайсыз жағдай туындағанын іштей сезді. Ав, сабыр сақта тентегім, бір ашуыңды маған бере ғой, ешкім қуып келе жатқан жоқ. Мына ауылдың ес білген үлкені, сүт ерін кішісі, тіпті тұқыма белгісіз күшігі де менің сабалақтарымды жаман жолға түсіріп бітті. Күшіктерім әдеп сақтап, амандасса, кешірім сұрап, ізеттілік көрсетсе, жабыла мазақтайтынды шығарды. Күшіктерім сол жаман қылықтарды үйренді. Не істесем болады ақсақал? Ит әдептілігінен айырылып барамыз, деді. Алабай төбет. Ойыңды түсіндіре қылып айтшы, оғын құрамай тұрғаным. Ит біткеннің асылы қайсар мінезді. Алабай ішіндегі ойын шегелей түсіндіріп берді. Баяғы